Қазақ елі бүгін 16 сәуір 2025 жыл, мына 23-24-інде Астана қаласында өтетін ассамблеяның жиынында Тоқаев бастаған сол жерде 24 маусымға референдум өткіземіз. Ондағы мақсат Белоруссия секілді Қазақстанды Ресейге қоспақшы бұлар. Өйткені соғысқа еркек керек, еркек кіндіктер. Соны бізден алмақшы. Сондықтан әрбір қазақ кеудесінде жаны бар, қазағым деп жүрегі ұратын әрбір азамат осыған қарсымыз деген челленджді жариялау керек. Әйтпесе біздің соңғы деміміз шығайын деп жатыр. Қойдың өзін бауыздайтын кезде тұяқ серпейді. Тұяқ серпуіміз керек. Құрметті ағайындар, мынау шаруамыз бітіп тұр. Осыдан 100 жыл бұрын Міржақып Дулатов айтып еді, найзаменен түртсең де жатырсың қазақ оянбай. Мұнша қалың ұйқыны бізге бердің, ой Аллай демекші. Әлі қалың ұйқыдағы қазақ осыдан тәуелсіздіктен айырсақ, бәрінен айырыламыз. Онсыз да шаруамыз бітіп тұр. Жердің барлығын сатып бітті. Жер астындағы, үстіндегі, қойнауындағы жатқан барлық байлықтан айырылдық. Енді мынау Ресейге қосылсақ, бұрын соңды болмағандай біздің болашақ ұрпаққа не қалдырамыз? Бір Құдайға аян. Сондықтан мен Қазақстанды Ресейге қосылуға түбегейлі қарсымын. Сондықтан әрбір қазақ ояну керек, өз жеке пікірін айтуға тиісті. Мен Ресейге қосылуға қарсымын.